Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі менің сіздерге айтатыным қырыққабаттың адам ағзасына пайдасы. Видеоны көрмей тұрып, подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ашыған қырыққабат тәбетті ашып, асқазанның сөл бөлуін күшейтеді, ас қорытуды жақсартады. Ашыған қырыққабатты ас қорыту жүйесінің бұзылуына, қыжылдау, құсу, кекіру, жүрек айну, ықыл қату алдын алу үшін пайдаланады. Ашыған қырыққабат семіруге, шыжыңдыққа да қарсы ем. Қырыққабат сөлі бұзылмаған асқазанның әлсіреуін, қарын, ұлтабар жорасын, өт қабынуын, бауырдың әртүрлі ауруларын, асқазан қабынуын, тоқ ішек жарасының қабынуын емдейді. Сары ауру мен көк бауыр ауруларында да қырыққабат сөлін ішу қажет. Қырыққабат шырыны асқазан сөліндегі қышқылдың көбейген кезінде, қарын ауырғанда қолданылады. Сапа болғанда, ауыз қолдырап, қабынып ауырғанда қырыққабат сөлін сумен араластырып, ауызды, тамақты шайған дұрыс. Бас ауырғанда, буын сырқырағанда ауырған жерге қырыққабаттың жас жапырағын жапсырса, ауруды басады. Қырыққабаттың құрамында асқазан жарасына ем болатын заттар бар. Шырыны бауыр ауруына ем, оны ішкеннен кейін аурудың жанға батқаны азайып, бауыр қалпына келеді. Қырыққабат шырынының құрамындағы күкірт пен хлор, иод асқазан мен ішектің шырышты қабығын тазартады. Ол ұлтабар жарасында жазады. Бұл үшін қырыққабат шырынын 100 граммнан күніне 3 рет ішу қажет. Оған сәбіз шырынын қосып ішсе, әсері одан да жақсы. Бұл үшін 100 грамм қырыққабат шырынына 200-300 грамм сәбіз шырынын қосады. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Достар, менің видеом ұнаған болса, коммент жазып, лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менің каналыма жазылыңыз.